Құдай жаным, халқының жанашыры қандай түх. Мен біріншіден видеоларымда елдің бәрін ажырас деп үгіт насихат жасап жатқан жоқпын. Әр адам өзінің таңдауын өз жасайды. Понимаете, досым? Елінің жанашыры сондай. Өзі әйел бола тұра, әйел ау деймін, мына кісі әйел адам. Бүкіл проблеманы әйел адамға жазып қойыпты. Түх, әйел бұзылса, ел бұзылады дейді. Еркек бұзылса ше? Еркек бұзыла берсін, бірақ әйел ана отбасын сақтап қалады. Только әйел адамның интересі болсын, только әйел адам бәрін ойласын. Где справедливость? Ана әйел робот па? Сіз өзіңізде әйел сияқтысыз, вы робот? Ответьте мне. Сіз баланы қарап, баланы туып, ақшаны тауып, тамақты істеп, нәскиді түрсейді жуып, күйеуінің рубашкасын үтіктеп, бәрін істейсің. А ол просто жұмысқа барып келеді, блин. По-любому, бірақ бізде, достар, әйел бұзылса, ел бұзылады. Егер өмірден көптеген адамдар эмпат болса, эмпат, яғни ана адамның жағынан да қарай білсе, отбасы деген не ол? Отбасы деген қай кезде сақталады да екеуі де бақытты болады. Тек қана әйел адам емес, тек қана ер адам емес, әйел де еркек те отбасын сақтап қалу интересін ойлаған кезде болады. Яғни, мынау қатынның тірлігі, мынау еркектің тірлігі де бөлмей, екеуі де белгілі бір жұмысты бөліп алса, когда әйел адам мысалы шаршап тұрған кезде декретте алжиын деп қалады ғой, ол декретте адамны адам шығу оңай дейсің бе сен? Ана баланы бағу минимум 2 жыл дұрыстап ұйықтамайды. Иногда кейбір кезде ер адам келіп, сен шаршадың ғой жаным ау, мен балаға бүгін мен қарай тұрамын, сен демалыс десе, қатты қарбаласып бартқанда ыдысын жуып көмектесіп берсе, или аптасына бір рет бір жаққа шығып келсе, ше, вниманиені бөлсе, әйелге артық не керек? Ақшаны достаточно әкеп тауып әкеп тұрса, жаңа кейбір жерде көмектессе, духовный поддержка берсе, а не то, что үйленгенге дейін подаркамен алтынмен аттайым, күмістен қырттайым деп үйленгеннен кейін мынау да жоқ болса, енді где логика твоя? Неге отбасын сақтап қалу екеуінің де интересі болмау керек? Сендер ойлайсыңдар емен, бүкіл еркектерді жамандап жатырмын, или только қатындарды кінәлі қылып жатырмын, әйелдерді, я, или бәрінен ажырасып? Нет. Я стараюсь, чтобы басқа еркектерде же көптеген еркектер кішкене әйел адамның ішкі несіне кіріп қараса, как им очень сложно, даже күніне 3 тамақты не пісіремін деп ойлаудың өзі иногда депрессия болып кетуі мүмкін. Қиындалған кездерде көмектесе болды ғой, болды. Просто екеуі бір-біріне неге поддержка бермейді, достаточно. Егер ақшаны күшті қылып тауып әкеп тұрса ше, әйел адам бәрін өзі-ақ қатырады ғой. Онда қатырмайтын ер адамдар бар ғой. Отбасын сақтау интересі екі адамда болу керек.